Ассаламағалейкум, құрметті көрермен. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының зекет және қайырымдылық қорының директоры Мақсатбек Қайырғалиев сыр өңіріне жұмыс сапары аясында тігін курсының қатысушыларымен кездесті. МДБ зекет және қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен Қызылорда облыстық Ақмешіт Сырдария орталық мешітінде қайырымдылық шаралары өтуде. Атап айтар болсақ, мешітте орналасқан тігін орталығына кестелеуге арналған тігін машинасы және орталық маманына білім жетілдіруге қажетті 300 мың теңгелік қаржылай сертификат тарту етілді. Игі шараға қор директоры Мақсатбек Қайырғалиев арнайы қатысып, орталықтың кезекті тігін курсын бітірушілерге сертификат табыстады. Осы Қызылорда қаласында біздің зекет хаб жобасы аясында тігін курстары ашылған болатын. Осы тігін курстарға біз арнайы олардың біліктілігін жетілдіру мақсатында ойып тігетін машина сыйға тартып отырмыз. Бүгін осы орталықта өзінің бірінші қадамын жасап, кәсіп үйреніп жатқан 20 түлекке біз арнайы сертификат табыстадық. Салтанатты жиын барысында қор директоры бұл бастаманың басты мақсаты әйелдердің кәсіптік біліктілігін арттырып, олардың өз кәсібін бастауына қолдау көрсету екенін атап өтті. Сондай-ақ тігін орталығының жұмысы алдағы уақытта да жалғасын тауып, жаңа жобалармен толықтырылатынын жеткізді. Өз кезегінде курс түлектері көрсетілген қолдау үшін алғыстарын білдіріп, алған білімдері мен тәжірибелерін алдағы уақытта табыс көзіне айналдыруға ниетті екендерін жеткізді. Осы курсты мен бір кісіден естігенмін, осы тігін жайлы. Сөйтіп осы курсқа келіп, декабрь айынан бастап тігіп жатырмын. 2 айдың көлемінде болды оқып жатқаныма. Осы курсқа келгелі мен құрақ көрпе тігіп үйрендім. Жастық, шай көрпеше дегендей. Енді қазір Аллаға шүкір, үйде отырып мен заказ қабылдап жатырмын. Енді ақырындап заказдар келіп жатыр, шүкір. Осы курсқа мен рахметімді айтамын, Мадина ұстазға рахметімді айтамын. Енді бүгін міне сертификат алдық, соның жемісін жеп жатырмыз. Айта кетейік, сыр өңірінің бас мешітінде ашылған тігін орталығы жаңа кәсіп меңгергісі келетін қыз-келіншектерді тегін оқытып, олардың еңбекке араласуына және отбасы әл-ауқатын жақсартуына мүмкіндік жасап келеді. Жалпы бұл жобаның зекет және қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен болып жатқан тігін курсы. Біздегі тігін курстары құрақ бағытында және киім бағытында 2 бағытта жүргізіліп жатыр. Тұрақты түрде қазіргі таңда біз осы уақытқа октябрь айынан бастап осы уақытқа 20 адамды бітірткіздік. Бүгін сертификат табыстадық. Бұл кісілер құрақты сапалы түрде жасауды үйренді және өзінің кәсібін бастап тапсырыс алып кішкене қуантып жатқан жайлары бар. Енді бұл жобаның бізге тікелей қолдаушысы мынау Қазақстан Республикасының діни басқармасында зекет және қайырымдылық қоры деген бар. Сол қордың ұйымдастыруымен, сол қордың демеушілігімен болып жатыр. Бізге енді бүгін кесте тігетін арнайы машина сыйлады. Ол үшін зекет қорының директоріне Мақсатбек Қайырғалиевичке үлкен рахмет айтамыз. Әрдайым бізді қолдап отырады бастамаларымызды. Және бұл қордан ашылу мақсаты, яғни бізде зекет қоры жалпы әртүрлі бағытта жұмыс жасайды. Ел үлесі пәтерге азық-түлікпен қамтамасыз ету, киім-кешек, мектепке акциясы жолдары, соның тағы да бір жобасы жаңағы қармақ беру. Яғни адамдарға кәсіпті меңгеруді, белгілі бір кәсіптің түрін меңгеріп үйретіп, ары қарай соны алып кету. Сол жағынан демеушілік жасайды, қолдау береді. Мұны біз киім тігумен және құрақ құраумен осы бағытта жұмыс жасаймыз біздің Қызылорда қаласында. Жалпы осы қорда зекет қорының Астана, Алматы қалаларында филиалдары бар және біздің Қызылордада бар. Қазір біз тұрақты түрде жұмыс жасағандықтың нәтижесінде үлкен объем үлкейді. Яғни оқушылар көптеп келе бастады. Енді біліп жатыр да, бұл қордың осы жерде осындай курс бар екен, көп адам әлі біле бермейді. Сондықтан білген адамдар келіп оқып жатыр. Жаңағы өздерінің уақыт графиктерде бізде қолайлық қойғанбыз. Өйткені кейбір аналар болады, олар ерекше бала тәрбиелеп отқан аналар болады, болмаса жұмыссыз отқан әйелдер болады. Сондай біз қолайлы графикпен кесте қойып қойғанбыз, сол бойынша келіп бізден білім ала алады. Біз арнайы сертификат береміз, бұл сертификатпен бизнес бастауға барып грантқа да қатыса алады. Перизат Жанділдағызы, Әділжан Искаков, Қызылорда, Мұнара.